Сәлеметсіздер ме? Мен каналыма қош келдіңіздер. Каналыма тіркеліп қойыңыздар. Осы каналда зейнетақы жүйесіндегі жаңалықтармен таныстырып отырамын. Бұл видеода 2023 жылғы базалық зейнетақы мөлшерімен таныстырайын. Яғни қанша жыл үшін қанша көлемде ақша алатындарыңызды айта кетейін. 2023 жылға дейін және 2023 жылдан бастап зейнетақы мөлшерін айта кетейік. 2023 жылға дейін 10 жылдық еңбек өтілі үшін 54% көлемінде 20.191 теңге беріледі. Бұл дегеніміз ең төменгі күнкөріс деңгейінің 54%-ын құрайды. Ал 2023 жылы 10 жылдық еңбек өтілі үшін 60%-ды құрайды, яғни 24.340 теңгеге көтерілген. 10 жылдан кейін әрбір жыл үшін 2%-ға артып отырады. Егер сіздер 2022 жылы зейнетке шығатын болсаңыз, 11 жылдық еңбек өтіліңіз үшін 20.397 теңге тағайындалады. Ал егерде 2023 жылы 11 жылдық еңбек өтілі үшін 25.151 теңге есептелінеді. Осылай әр жыл үшін 2%-ға артып отырады. Яғни бұл пайыздар ең төменгі күнкөріс деңгейі есебінен есептелінеді. Әр жылдың өзінің ең төменгі күнкөріс деңгейі шығады. Сол бойынша сіздің еңбек өтіліңіз есептелінеді. 2022 жыл үшін ең жоғары еңбек өтілі ретінде 33 жыл есепке алынады. Егер сіздер 33 жылдан жоғары еңбек өтіліңіз болса, 100%-дық сумманы аласыздар. Яғни бұл 37.389 теңгені құрайды. Бұл дегеніміз ең төменгі күнкөріс деңгейінің максималды суммасы. Ал 2023 жыл үшін өте жақсы жаңалық. Егерде сіздерде еңбек өтіліңіз 30 жыл болған жағдайда, сіздер 100%-дағы базалық зейнетақыны аласыздар. Ол 40.567 теңгені құрайды. Яғни, егер сіз 2023 жыл зейнетке шығатын болсаңыз, 30 жыл еңбек өтіліңіз үшін 94% ең төменгі күнкөріс деңгейі есептелінеді. Яғни 35.145 теңгені құрайтын болады. Ал егерде 2023 жылы шыққан болсаңыз, 30 жылдық еңбек өтіліңіз үшін 100% көлемдегі ең төменгі күнкөріс деңгейіндегі сумманы аласыз. Яғни бұл сумма 40.567 теңгені құрайды. Бұл максималды базалық зейнетақы мөлшері болып есептелінеді. Ал минималды базалық зейнетақы 24.340 теңгені құрайды. Бұл 2023 жылдың 1 қаңтарынан бастап зейнетке шығатын кісілерге қатысты. Ал 2022 жылы зейнетке шыққан кісілер үшін ең төменгі мөлшері 20.191 теңгеден бастайды. Яғни ең төменгі күнкөріс деңгейінің 54%, ал ең жоғарғысы 33 жылдан жоғарғы еңбек өтілі үшін берілетін сумма 100%-ды құрайды. Яғни бұл 37.389 теңгені құрайды. Байқап тұрсаңыздар, 2023 жылы базалық зейнетақы мөлшері көтеріледі. Мен каналыма тіркеліп қойыңыздар. Сау болыңыздар.